Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын пирожкилердің ең сәтті рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жарты бокал жылы суымызды, жарты бокал жылы сүт, оның үстінен 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант және де 1 ас қасық дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды және де 2 ас қасық майонез немесе қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, бірінші қасықтың көмегімен, кейін осылайша қолдың көмегімен икемге келтіріп, жұмсақ қамыр етіп билеп аламыз. Ең соңында үстінен кішкене қолымыздыға сұйық май жағып, бетіне жағып, және де астына да кішкене жағып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз. Мен салмасını картошкамен жасаймын. Осылайша картошканы бөліп, кубиктарға суға салып, пісіріп аламыз. Міне картошкаларыңызды осылай кішкене жұқалау етіп жайсаңыздар, тезірек піседі. Және де 1 шай қасық тұз салып жіберуді ұмытпаңыздар. Енді пиязымызды алып, осылайша видеодағыдай майдалап, турап аламыз. Табамызға май құйып, пиязды салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Піскен картошкамызды ыстық кезінде осылайша вилканың немесе картошка езетінің көмегімен езіп алыңыздар. Барлық суын төгіп тастамаңыздар. Осылайша түбінде кішкене суы қалса, жақсы езіледі. Оның үстіне қуырылған пиязымызды салып, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрышымызды, егер өздеріңіз әшілеу болғанын қаласаңыздар, 1 шай қасық қызыл бұрышты да салып жіберіңіздер. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды аламыз. Қамырымызды алып, осылай видеода көріп тұргенде кішкене сопақтау етіп, мен ешқандай ұн сепкен жоқпын. Қолымда кішкене майлап жіберіп, барлығын икемге келтіріп отырдым. Егер сіздерге ыңғайсыз болса, ұн себе отырып істесеңіздер болады. Қатты емес, кішкене ғана видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ғана майда пайдаландым. Осылайша бөліктерге бөліп, барлығын дөңгелетіп шығамыз. Осылай салафанмен немесе пищевой пленкамен бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Бізде сонда қамырымыз кішкене көтеріліп, әдемі болады. Әрбір бөлігімізді алып, осылайша қолдың көмегімен немесе өздеріңізге ыңғайлы болса оқтаудың көмегімен жайып, қатты жұқа қылып жайып жүрмеңіздер. Арасына салмасын салып, осылай видеода көрсетілгендей шеттерін орап, артқы бетіне аударып, ортасын ғана кішкене жабыстырып жібереміз. Қалған бөліктердің барлығын осылайша кішкене қолдарыңызға май жағып жіберсеңіздер болады, ыңғайлы болады және жайлы өте тез болады. Шеттерінің барлығын орап қойып қоямыз. Табамызға майды құйып, жақсылап қызғаннан кейін осылай ыдысымызға алып, кішкене үстінен басып жібереміз. Дәл салатын кезімізде ғана үстінен басып, ортасынан да сәл басып жібереміз. Бұл біздің қамырымыздың қатты көтеріліп кетпесі үшін көмектеседі. Жаңағы ыдыстарыңызға кішкене ұн немесе май сеуіп жіберіңіздер, себебі біз ешқандай ұн не сеппегендіктен ыдысымызға қамыр жабысып қалуы мүмкін. Асын орташа отқа қойыңыздар. Газдың бірінші беті осылай кішкене қызара бергенде екінші бетіне аударып қоямыз. Менің жолдасым қалың пирожки ұнатпайды. Мен сондықтан осылай видеода көріп тұрғандарыңыздар барынша жұқа етіп, үстінен басып пісіріп аламын. Дәл осы рецептпен отбасыларыңызға жасап беріңіздер, өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.